барлықтарыңызға батат көшеттері. Азырақ тамырлары бар екен. Өткендегі бататқа дайындап қойған жайымыз. Жалпы мына жерге кукуруздардың жамбасына қорапшаны аштым. Назарларыңызға батат көшеттері. Жолда 24 сағат шамамен өтті. Тапсырғанына. Жағдайлар өте жақсы. Өлермен болады екен. Азырақ солын қыраған. Енді бұны мен жаңағыдай стақандарға егіп, әрқайсысын бөлек-бөлек сәл тамыр шығарып алу керекпін. Түбінде тамыры болса керек. Сонда да сәл үлкендеу бір 4-5 сантиметрлік тамырлар өндіріп, сосын барып далаға егетін боламын. Азырақ тамырлары бар екен. Бірақ бұл қазір мен далаға күн астына егетін болсам өліп қалады деп ойлаймын. Сондықтан азырақ молынан өндіріп алып, бірінші баклажканы кесіп саламын. Өндіріп алып, сол кейін топырағымен бірге апарып егетін боламын. Солай дұрыс болатын шығар. Жалпы мынау нелер мықты, көшеттер мықты болады екен. Жаңағы бос болмайды екен. Құдай қаласа берекесін берсін. Жалпы сізбен біз болып осыны өндіріп шығайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Арадан 2 күн өтті. Батат көшеттері өздерін жақсы сезінуде. Кеше жапырақтардың бәрі солыңқы еді. Жолдан шашақ келді, басқа тамырлары да байқаған болсаңыз кішкентай еді. Енді осы жерде бір 4-5 күн өндіріп аламын. Тамырлар жақсы болып, күш жинап, еған соң далаға шығаратын боламын. Бізде анардың дәндерін сала сағам. Өніп шықты анар. Әжептер үлкейген соң далаға көшіретін боламын. Помидор дәннен тоже эксперимент жағы биогумусқа сала сағам. Өніп шықты. Өткендегі бататқа дайындап қойған жайымыз қолайсыз жерде орналасып қалған екен. Жалпы айтқанда су тапшылығы. Сондықтан мен бұл жайды басқа жерге көшіретін болдым. Қазір көрсетемін. Жалпы мына жерге кукуруздардың жамбасына 5 не дайындадым. 5 жай. Тереңдігі жалпы 40 сантиметрдей. Диаметрі тоже 40-45 сантиметрдей. Енді осыған өткендегі биогумусқа араласқан топырақты келіп салатын боламын. Бұл жерде капельный системасы дайын. Бұлай қойып, мүмкін қасына тағы екіншісін жүргізетін шығармын. Уақыт көрсетеді, арнамыздан алыстамаңыздар. Арадан 6 күн өтті. Қарап отырсақ, мінекей, тамырлары көрініп тұр бізге. Әжептер ұзын боқ болған. Мінекей, баклажканың ар жағынан көрініп тұр. Мінекей, көрдіңіздер ме? Енді құдай қаласа бүгін жел тоқтады. Бүгін енді осыларды орнына отырғызатын боламын, құдай қаласа. Құдай қаласы мінекей отырғызып шықтым. 5 данасын және салафанмен қаптап, қосымша мына жерге капельный поливтің 2-ші трубасын қалдырып кеттім. Түстен кейін құдай қаласа осы екеуін жалғаймын. Осы екеуін жалғап, сонда 2 осылай труба өтетін болады. Себебі бұл тропикалық өсімдік болған соң ылғалды өте жақсы көреді екен. Құдай қаласа осындай тамаша видео болды. Келешекте нәтижесін бірге көретін боламыз. Мына бізде қиярларымыз огурцы өткенде
неден аман қалған. Күн суық болып өте мазасызданды. Мына жерде уже жаңағы құралып жатыр екен несі, огурцы. Баршаға онда сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Аман есен, жақсы күндерде жүздесе берейік.